Барлықтарыңызға сәлем, құрметті достар, қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен организмнің реактивтілігі және резистенттілігін талдайтын боламыз. Бұл дегеніміз не жалпы, не үшін маңызды? Кетіп талдайық. Ең бірінші реактивтіліктен бастайық. Бұл өте маңызды тақырып, достар, жақсылап қараңыздар. Реактивтілік дегеніміз организмнің қоршаған орта әсерлеріне әрекетін өзгерту арқылы жауап қайтаруы. Кез келген әсерге. Мысалы, біз күн ыстаған кезде терлейміз, реакция ма? Реакция. Ауа райына деген біздің реакциямыз. Көзімізге жарық түсірген кезде қарашығымыз тарылама, тарылады. Реакция ма? Реакция. Ағзамызға бактерия инфекция түседі. Ауырамыз. Реакция ма? Реакция. Температурамыз көтеріледі, жөтелеміз деген сияқты. Күн салқындайды, қалтырап, тоңып, қалың киініп бастаймыз. Реакция ма? Реакция. Бір ауыр сөз немесе жақсы сөз естеміз, мысалы бір ауыр сөз айтса, ренжіп қалуымыз мүмкін. Бір көңілді, бір прикольный сөз айтса, біз қуануымыз мүмкін, бір андай от беретін, стимул беретін сөз айтса, біз мотивация алуымыз мүмкін, ол да реакцияға жатады. Бұлардың барлығы реактивтілік, достар. Түсінікті ма? Ағзамыздың сыртқы әсерлерге реакциясы. Осыны біз реактивтілік деп айтамыз, ағзамыздың реактивтілігі. Организмнің қоршаған орта факторларына айқын жауап реакциясы реактивтілікті қамтамасыз ететін жүйелердің жағдайына ғана емес, сонымен қатар зақымдаушы сипатқа тәуелді. Яғни сырттан әсер ететін факторға біздің ағзамыздың реакциясы тек қана ол біздің ағзамыздың жағдайына емес, сырттан әсер ететін фактордың күшіне де байланысты. Яғни неғұрлым сырттан әсер ететін фактор күшті болса, соғұрлым біздің реактивтіліктің дәрежесі де күшті болады, немесе мүлдем болмайды. Мен сіздерге қазір осы видеоның астына ютубтан қозғыш тіндер деген физиология курсын тақырыптан салатын боламын. Соны бір көрсеңіздер, одан сайын түсінесіздер. Абсолютті рефрактілік кезең, салыстырмалы рефрактілік кезең дегендер бар да, сол жерде толығырақ білсеңіздер болады осы теорияны, физиологияның тақырыбында негізі. Мысалы қараңыздар, мынау ыстық, мысалы ыстық бірдеңені денеге басып жіберді біреу. Сен бірден шошып кетесің, немесе қолыңды тартып аласың сол ыстықтан, дұрыс па? Бұл реакция біздің. Себебі өте ыстық болғаннан кейін ыстықтың қарқыны күшті ғой, отта. Біз қолымызды бірден тарта аламыз, қолымыз күйге. Бірақ екінші бір фактор бар. Мысалы, өте ауыр жарақат алды ағзамыз. Біз шокқа түстік. Яғни бұл деген реакцияның мүлдем болмауы. Ағзамыз өте үлкен қарқынды реагенге жауап қайтара алмай қалуы, бұл шок деп айтылады. Яғни мүлдем реактивтіліктің болмай қалуы болады. Көрдіңіздер ме? Өте қатты ағза үшін өте ауыр реагенді фактор болатын болса, ағзамыз оған жауап қайтара алмай қалады. Бұл реактивтіліктің төмендігін көрсетеді. Ал мысалы, мына жерде мысалы қатты ыстық емес денемізге тисе, біз ондай қатты реакция бермейміз, отыра береміз, ештеңе етпес деп. Ал оның күші қаншалықты күшейген сайын біздің реакциямыз соған жай. Қолымызды тартып аламыз, бақырып жібереміз деген сияқты. Түсінікті ғой? TikToktан соңғы кезде прикол шығып жатыр ғой. Сол приколдағыдай ғой, қасықты баса алады денесіне. Дәл сондай мысалы. Кеттік. Адам организмі реактивтілігіне әсер ететін факторлар. Қараңыздар, біздің ағзамыздың сыртқы факторларға реактивтілігі неге тәуелді? Біздің жасымызға, жынысымызға, тұқым қуалаушылығымызға, конституциямызға, денеміздің жүйке эндокриндік жүйе және иммундық жүйелеріміздің жұмысына, қоршаған орта факторларына тәуелді екен біздің ағзамыздың реактивтілігі. Яғни сыртқы факторларға жауабы әртүрлі болады, біздің осы факторларға байланысты. Енді қараңыздар, реактивтіліктің 3 түрі бар. Түрлік, топтық, жеке даралық, яғни индивидуальны. Әртүрлі бөлінеді. Ең басты классификация осы. Түрлік, топтық, жеке даралық. Бірін талаймыз. Түрлік реактивтілік дегеніміз, мысалы, биологиялық түр, мысалы, емізушілер, мысалы, адам соған жатады. Адам, жануар, құс, дельфин, балық, тасбақа, құмырсқа, олардың барлығы түр ғой, биологиялық бір түр. Адам соның бірі ғана. Тек қана түрлік реактивтілік деген болады. Мысалы, тек қана адамдарға ғана тән реактивтіліктің ерекшеліктері. Ал тек жануарларға тән реактивтілік. Мысалы, ит обасымен адам мүлдем ауырмайды. Онымен тек қана ит ауырады. Тышқандар күлмен, ал иттер мен мысықтар ботулизммен ауырмайды деген сияқты. Акулалар, инфекциялық аурулар және жаралардың емдеуі болмайды акулалар. Адамда болады ал сондай. Көрдіңдер ме? Бақалар гипоксияға тышқандар мен теңіз шошқаларына қарағанда төзімдірек болып келеді. Адам да гипоксияға өте әлсіз, білесіздер. Бақалар оған қарағанда күштірек. Адамдар үшін сөз реаген бола алады. Ал жануарлар үшін сөз ешқандай әсер етпейді. Жануарлар қанша сөйлесек те оған әсер етпейді. Именно адамдарға тән сөз деген реаген. Түсінікті ме? Осындай әр түрдің өзінің реактивтілік ерекшелігі бар. Бұл түрлік реактивтілік деп айтылады. Топтық реактивтілік деген бар. Топ деген, мысалы, белгілі бір адамдар тобы. Мысалы, жасына байланысты, бір жастағы балалардың тобы. Барлық бір жастағы балалар жинап қоятын болса, ол бір жастағы балалардың тобы болады.
55 жастағы адамдардың бәрін жинап қоятын болсақ, 55 жастағы адамдардың тобы болады, дұрыс па? 18 жастағы адамдардың 1000 адам жинап қойсақ, 18 жастағы адамдардың тобы деп айтылады. Көрдіңіз ғой? Вот. Енді ары қарай қан тобына байланысты, мысалы қан тобы, мысалы менде 3 қан тобы. Біреуде 2, біреуде 1 деген сияқты. Бірінші қан топтары бір шетке жиналыңыздар деп айтады ғой, осындай. Жынысына байланысты еркектер, әйелдер. Конституциясына байланысты бойлары ұзын, қысқа, орташа. Қазір оны тоқталамыз тереңірек. Мысалы қараңыздар, жас бойынша кәрілер және балаларда қандай болады? Мына достар, жақсылап қараңыздар. Жасы бойынша адам жас ерекшеліктеріне байланысты адамның реактивтілігі қалай өзгереді? Мысалы, жаңа туған нәрестелерде реактивтілік төмен болса, емшектегі және мектеп жасындағы балаларда реактивтілік жоғары болады. Себебі жаңа туылған балада әлі жүйке жүйесі дұрыс дамымайды, иммундық жүйесі дұрыс дамымайды. Өте сыртқы әсерлерге реакциясы ондай болмайды оның. Себебі ағзасы әлі дамыған жоқ та. Ал емшек жастағы мектеп жасындағы балалар уже дамып болды, олар өте қозғыш метаболизм күшті олардың ағзасында. Жас организм болғасын өте қозғыш болады. Көрдіңіздер ме? Вот, жасына байланысты ерекшеліктер сол үшін көп болады. Жаңа туған нәрестелерде қорғаныс барьерлері жеткілікті дамымаған болады. Себебі не үшін? Себебі жаңа туған балада әлі дамымайды, иммунитет толық дамымайды, анасының иммунитетімен ғана жүреді. Сол себепті оларда барьерлері өте слабый болады. Сол себепті балаларды қорғауымыз керек. Жаңа туған нәрестелерде особо. Жаңа туған нәрестелер суыққа және ыстыққа төзімсіз болады. Себебі олардың терморегуляциясы дұрыс болмайды. Себебі олардың сол үшін оларда майлы қабатында қоңыр май бар. Қоңыр май олардың ыстық жылуын реттеп отырады. Оларда себебі мидағы гипоталамустағы терморегуляциялық орталық толық дамымаған болады. Сол үшін температурасы бірден жоғарылап кетеді, бірден түсіп кетеді балаларда. Реттілік жоқ болады. Кәрілерде де ағзаның қартаюына байланысты реактивтілік төмен болады. Мысалы, иммундық жүйенің әлсіреуі, сезімталдық мүшелерге, мысалы, сөйлесең даусыңды естпейді. Ол да реактивтіліктің төмендігі ғой. Вот. Эндокринді жүйенің бұзылыстары болуы мүмкін, дисгормональды, мысалы, үлкен әйелдерде климакста, мысалы, менструацияның келмеуі кезінде үлкен бұзылыстар болады. Психикалық бұзылыстар, мысалы, Альцгеймер деген кәріліктің ауруы бар. Сен түсінбейді, не істеп жүргенін білмейді, алжиды ғой, бір сөзбен айтқанда. Вот, оның барлығы кәрілердің реактивтілігінің төмендеуіне алып келеді. Көрдіңіздер ғой, жаңа туылған балалар мен кәрілердің реактивтілігі төмен болады. Дене конституциясына байланысты дененің генетикалық әртүрлі морфологиялық ерекшеліктері болады. Мысалы, нормастеник, астеник, гиперстеник, сол ерекшеліктерге сай органдардың орналасуы да ерекше болады. Қараңыздар, достар, бұл өте ерекше. Нормастеник деген бойлары орташа адамдар, яғни конституция бойынша жіктейтін болсақ. Астеник дегеніміз, мысалы, мен астеникпін, бойым ұзын. Гиперстеник бойлары кішкентай адамдар. Енді қараңыздар, нормастениктерге тән аурулар болады. Тыныс алу жолдарының аурулары, тірек қимыл жүйесінің аурулары, буын аурулары деген сияқты, невралгиялары, короноскleроздары, коронар қан тамырларының, жүрек қан тамырларының склероздары, және тағы да басқа аурулар дамиды. Именно нормастениктерде осы ауруға бейім болады. Олардың сондай генетикалық конституциялық ерекшелігі осы ауруларға бейім болып келеді. Көрдіңіздер ғой? Астеник адамдар, мысалы, бойы ұзын адамдар артериалдық гипертензияға, гепатитті гастритке, мысалы, гепатит дегеніміз асқазанның қышқылдығының төмендеуімен жүретін гастриттің дамуына, анемияның, туберкулез ауруларына тән болады. Бойы ұзын адамдар осы ауруларға бейім болып келеді. Ал гиперстеник, яғни бойы кішкентай адамдар артериалдық гипертензия, жүректің ишемиялық аурулары, стенокардия, инфаркт деген сияқты, қантты диабетке, өт тас ауруларына, тромбозға, инсульт, несеп тас аурулары сияқты, холецит аурулары сияқты ауруларға бейім болады. Бұл ауруларға бейімділігі осы конституциясына байланысты. Түсінікті ғой, бойының ерекшеліктеріне байланысты. Бұл бірінші. Міне, мынау астеник, нормастеник, гиперстеник. Көрдіңіздер ғой, осындай. Осы тән ерекшеліктері болғаннан кейін денесіне байланысты мынадай ауруларға бейім болады ондай кісілер. Өздеріңіз тауып көріңіздер осының арасынан. Сіз қай типке жатасыз, қандай ауруларға бейімсіз. Сол ауруларға бейімдігіңізді көрсеңіз, сақтануыңыз керек сол аурулардан. Кречмер деген классификация бойынша, конституция жіктеледі. Атлетикалық тип, астеникалық тип, пикникалық тип. Міне, көрсеңіздер болады. Кеудесі иығы тар болады, иығы кең болады, чересші жалпақ болады мына жерде. Көрдіңіздер ме? Вот. Атлетикалық тип. Бұл типтегі адамдар эпилепсияға, истерияға, депрессияға бейім болып келеді. Астеникалық тип болса, шизофренияға, қорқынышқа бейім болып келеді. Пикникалық тип адамдар болса, маниакальды депрессивті психоз және истерияға бейім болады. Маниакальды деген қорқыныш, маниактар сияқты болып келеді. Сондай психикалық бұзылыстарға бейім болады екен. Осы Кречмер бойынша, конституцияға жіктелген бойынша адамдардың несі бұл бейімділігі ауруларға. Сиго бойынша конституциялық ерекшеліктер. Енді қараңыздар, Сиго деген ғалым,
олар адамдарды тыныс алу типі деп бөлген, ас қорыту типі, бұлшықеттік тип, церебральды тип деп бөліп алған. Мысалы міне тыныс алу типінің кеудесі үлкен болады, ас қорыту типіндегі адамдардың қарны үлкен болады, бұлшықеттік тип адамдардың бұлшықеті ірі болады, жақсы тонусты болады, ал церебральды адамдардың басы үлкен болады. Қараңыздар, тыныс алу типіндегі адамдар эмфизема, бронхиалды астмаға бейім болып келеді. Ас қорыту типіндегі адамдар семіруге, подаграға, бауыр ауруларына бейім болып келеді. Ал бұлшықет типті адамдар жүрек қан тамыр жүйесінің ауруларына, бұлшықет және сүйек жүйесінің ауруларына бейім болады. Ал церебральды тип адамдар әртүрлі жүйке жүйесінің ауруларына бейім болады. Церебраль деген ми, уже миға байланысты. Көрдіңіздер ғой? Осы типті де бөліп алсаңыздар болады. Енді қан тобына байланысты адамдардың ауруларға бейімділігі. Реактивтілік қой, бұл да бір реактивтілік бір бөлшегі. Мысалы, бірінші типті қан тобындағы адамдар, олар төзімді болып келеді көбінесе. Денсаулықтары мықты болып келеді көбінесе. И өмір жастарда ұзақ болады. Сонымен қоса шизофрениямен ауырмайды. 12 ішек жарасы және қалқанша без ауруларымен жиі дамиды бұл кісілерде. Бірінші типте атеросклерозға бейімділігі өте аз болады. Бірінші типте адамдар денсаулықтары мықты болады. Көрдіңіздер ғой? Бұл генетикалық ерекшелігі достар. Ұмытпаймыз осыны. Келесі, екінші тип адамдар әлсіз иммунитет болады. Иммунитеттің жетіспеушілігі болады. Екінші тип адамдар онкологиялық аурулармен жиі ауырады, әсіресе асқазан ісігімен. Қанты диабет, жүректің ишемиялық аурулары, жүрек қан тамыр ауруларының тән болады. Стресстен жиі зардап шегеді. Екінші типтегі адамдар. Өздеріңізді салып көріңіздер, қайсы топтан боласыздар. Үшінші тип адамдар қоршаған ортаның өзгермелі жағдайларына жақсы бейімделеді. Мысалы, мен үшінші типпін достар. Мен өте адаптационный адаммын. Венозды тромбозға, инсультке, тыныс алу мүшелерінің ауруларына, созылмалы шаршағыштық синдромына, диабетке бейім болып келеді. Көрдіңіздер ме? Вот. Мысалы, менің атам екінші типті қант диабетпен ауырған. Вот та осындай. Бізде менің организмім осы ауруларға бейім болып келеді. Төртінші типтегі адамдар, қан тобы адамдар гемолитикалық, инфекциялық, онкологиялық, тірек қимыл аппараты, тері ауруларына бейім болып келеді. Бірақ жүрек қан тамыр аурулары өте сирек кездеседі екен. Төртінші топта. Көрдіңіз ба? Вот сіздер науқастардың ауруларын оқыған кезде олардың қан тобын, олардың конституциясын жасап сұрап алуларыңыз керек. Қандай? Қараңыздар конституциясында. Егер конституциясында бірдеңе байқап қалсаңыздар, осы критерия бойынша аурулар сәйкес келіп тұрған болса, уже сіздер білесіздер, ол реактивтілік уже организмнің сол конституциясына, яғни генетикалық конституциясына, генетикалық ерекшелігіне байланысты дамып жатқан аурулар екенін біліңіздер. Бұл өте маңызды. Так, кеттік арға жеке даралық, яғни индивидуальны. Әрбір адамның ерекше өзінің бойында жеке даралық реактивтілік қасиеттері болады. Мысалы, физиологиялық, патологиялықты бөліп аламыз соны. Мысалы, қараңыздар, әрбір адамның, достар, әрбір адамның. Және топқа ештеңе бөлмейміз. Физиологиялық, қоршаған ортаның қалыпты және ауру тудырушы факторларына организмнің адекватты жауап қайтаруы. Мысалы, бұл кез келген адамдарға, негізі көпшілік адамдарға, көпшілік дені сау адамдарға тән физиологиялық реактивтілік, қалыпты реактивтілікке. Мысалы, біздің ағзамызға инфекция түсетін болса, біздің ағзамыз оған қабынып жауап береді. Бактерия түсетін болса, лихорадкамен жауап береміз. Бір жаңағы стресс туғызушы фактор әсер етсе, біз стресске түсеміз. Оның барлығы бұл физиологиялық реактивтілік біздің ағзамызда. Түсінікті ме? Бұл физиологиялық. Ал патологиялық реактивтілік бар біздің ағзамызда. Қоршаған ортаның қалыпты және ауру тудырушы факторларына организмнің адекватты емес қайтару. Адекватты деген достар, ненормальный жауап қайтару. Бұл патологиялық. Яғни кейбір адамдарда осындай реактивтіліктің түрі болады. Мысалы, аллергия. Соның біріне. Мысалы, қараңдаршы. Мысалы, біз кеше жақында бір нағашыммен ипподромға бардық. Нағашымды бірден аллергия ұстап қалды. Менде ештеңе болған жоқ. Ол аллергия себеп патологиялық ағзасының ерекше реактивтілігі. Дәл сол жақта жусанның шаңына аллергиясы бар оның. Неге менде жоқ? Менде барлық нормально. Именно ода не бар сонда? Патологиялық реактивтілігі, индивидуальды реактивтілік бар да ода. Басқаларда болмайды, именно сода болады. Бұл индивидуальды генетикалық ағзасындағы реактивтілік сондай. Тек сол кісіге ғана тән. Нормальный заттарды ненормальный деп қабылдап, ағзасы реакция көрсетеді соған. Мысалы, бір аллергия. Еще аутоиммунды аурулар. Мысалы, не үшін кейбір адамдарда өзінің иммунитеті өзінің ағзасын бүлдіріп тастайды. Ол ненормальный ғой, адекватты емес, көрдіңіздер ме? Ол адамның организміне байланысты генетикалық организм